Тағы да реперден бір қосымша зат. Мысалға сіздің сведение жасайтын жеріңіз, контрол румыңыз бір бөлмеде, және микрофон тұратын запись жасайтын бөлмеңіз екінші бөлмеде болса, ал сізге запись жасау керек болса, мысалға өзіңіздің дауысыңыз жазу керек болса, реперде қызық бір программа бар. Ол үшін optionға кіреміз, және preference таңдаймыз. Preference таңдағаннан кейін, бұл жерде Control, OSC, Web папкалері бар. Осы жерге кіреміз. Add кнопкасын басқаннан кейін, Control Surface Mode шығады режимі. Бұл жерден Web Browser Interface тауып аламыз. Және одан кейін Use rc-reaper.fm таңдаймыз. Таңдап алғаннан кейін Apply Setting-ті басамыз. Және осы HTTP 192 деген IP адресті Ctrl-C мен көшіреміз. Окей. Және өзіңіздің Android немесе iOS телефоныңыздың браузерін ашасыз, Safari немесе Google, Яндекс сияқты соның жаңа вкладкасына көшіріп алған линкті қондырамыз. Мен мысалға қазір телефонмен емес, жай ғана браузермен көрсетейін. Ctrl-V. Enterді басамыз. Бұл, яғни реперді алыстан басқару. Мысалға көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде менде барлығы минустар. Mute-ті балып, Play-ді басам. Немесе стопты. Яғни сіз алыстан минусты қоса аласыз, немесе сөндіре аласыз. Бұны біз телефонның беті деп есептейік. Мысалға дауыс жазу үшін. Дорожка ашамыз. Өзіңізге керек микрофонның кодын таңдаймыз. Мысалға Vox деп ат беріп алайық. Duplicate. Көптеген варианттар жасап алсаңыз болады. Қалаған vocal track'ті таңдаймыз. Arm record'ті басамыз. Және записьті басамыз. Пауза немесе стоп. Келесі. Тректі ашып, мысалы, тағы да дауыс жазып алсаңыз болады. Даблдар, бэк вокалдар, рекордты басамыз. Стоп. Ал енді көрейік. Көріп отырғандарыңыздай, реперде барлығы жазылды. Дәл осылайша, сіз өзіңіздің реперіңізді басқа комнатадан басқара аласыз. Бұл өздері әнші, өздері битмейкер жігіттерге ыңғайлы.